Елімізде жылына 50 миллион тонна руда, 25 миллион тонна сульфиттік кен шығаратын Көксай тау-кен байыту комбинаты іске қосылмақ. Зауыт Жетісу облысы Кербұлақ ауданында салынады. Шетелдік инвестор ауқымды жобаға 2022 жылдан бері 1,3 триллион теңге қаражат құйған. Кәсіпорынды жоспарлау кезінде кедергі туындап, зауыт салуға рұқсат беретін уәкілетті орган су объектілерінің бар жоғына тиісті талдау жүргізбеген. Көксай кен орнында жерасты сулары бар деп комбинат салуға рұқсат бермепті. Дегенмен мәселе оң шешімін тапты. Президенттің Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыруды қолдау тапсырмасы аясында құрылған инвесторлардың құқықтарын қорғау жөніндегі прокуратуралық сүзгі жобасы бойынша Жетісу облыстық прокуратурасы тиісті мамандар көмегімен аумақта жерасты суының жоқ екенін анықтады. Нәтижесінде 2025 жылы бюджетке 1,5 триллион теңге үстінде пайда әкелетін кәсіпорын құрылысы басталады. Облыстың прокуратурасына қолайлы инвестициялық климат тудыру мақсатында осы Жетісу облысының әкімдігі, Кербұлақ ауданының әкімдігі үлкен жұмыс атқаруда. Алғысымыз шексіз. Рахмет. Мемлекет тарапынан біз қолдауды сезініп отырмыз. Бізде екі өнім шығарылады деп жоспарлап отырмыз. Ол катод мыс, екіншісі мыс молибдені бар қосылған концентрат. Аумағы 14 мың шаршы метр болатын комбинат 20 жылға шарт жасасқан. 2 мыңнан астам жергілікті тұрғынды еңбекпен қамтымақ. Бұған халық риза. Қазір жастар көбісі қалаға кетіп жатыр, мысалға бәрі жұмыс болады жастарға. Енді заводтар салынса бізге жақсы ғой, зарплатамыз көбейеді. Завод басшылығы өндіріс орны ашылған соң Кербұлақ ауданының білім, медицина, спорт саласына қаражат құйып, өңірдің экономикалық деңгейінің көтерілуіне атсалысатынын айтады.